Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қызанақтарды қыс мезгіліне арнап бүтіндей банкаға жабу әдісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қызанақтарымызды жақсылап жуып, керек заттарымыздың барлығын дайындап аламыз. Керек заттарды видеоның төменгі описание бөлімінен қарай аласыздар. Банка крышкаларын бөлек ыдыста осылай қайнатып аламыз. Жақсылап жуылған банкаларымызды қайнап тұрған суда паритетеміз. Енді банкамыздың ішін толтыруды бастаймыз. Мен сарымсақтың 5 данасын, түйір қара бұрыштан 1 қасық салдым. Қызанақтарды бірінен соң бірін сала отырып, туралған болгар бұрышынан 2 данасын салдым. Жапырақтарды, көкшөптерді сала отырып, банкамызды толтырамыз. Қызанақтарды қатты нығыздап салуымызға болмайды, езіліп кетуі мүмкін. Сондықтан банкаға сыйғанынша кіші бөлігін, үлкен бөлігін сала отырып, осылай толтырамыз. Барлық банкаларымызға қызанақтарды осылай салып шығамыз. Менде 10 кг қызанақтан 2 литрлік банкаден 8 банка толды. Енді әр банкаға қайнап тұрған судан осылай бетіне дейін толтырып құйып шығамыз. Қайнаған су құйылған банкаларымызды бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. 20 минуттан кейін осындай арнайы крышканың көмегімен әр банкадағы суды ыдысқа құйып аламыз. Бұл суды қайта пайдаланбаймыз, сондықтан төгіп тастаймыз. Одан кейін қайнап тұрған таза судан банкаларға қайтадан құйып шықтым. Қайнаған су құйылған банкаларымыздың қақпағын жауып, тағы да 20 минутқа қалдырамыз. 20 минуттан кейін арнайы ыдысқа қайта қайнату үшін банкадағы суларды құйдым. Су қайнағанша банкамызға қалған өнімдерді саламыз. Аспириннен 2 литрлік банкаға 2 түйірден салып шықтым. Аспирин дәрісі банкаларды атылып кетуден сақтайды. 1 литрлік банкаға 1 түйірден, 3 литрлік банкаға 3 түйірден саламын. Одан кейін тұз салдым. Тұзды да дәл солай 2 литрлік банкаға үлкен қасықпен 2 ас қасықтан әр банкаға салып шықтым. Аспирин мен тұзды салып дайындап алған банкаларымызға екінші құйып алған қайнап тұрған суымызды әр банкаға құйып шықтым. Одан кейін әр банкаға 70% уксустан 1 қасықтан құйып шықтым. Кішкентай қасықты пайдаланыңыздар. Барлық өнімдер салынған банканы банка жапқыштың көмегімен бұрап жауып алдым. Жауып болған соң банканы кішкене аунатып аламыз. Ішіндегі аспирины, тұзы еруі қажет. Қыс мезгіліне арналған бүтіндей банкаға салынған қызанақтарымыз осымен дайын. Сіздермен болған ләззат. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздер де осы әдіспен қыс мезгіліне қызанақтарды бүтіндей басып көріңіздер.